Қайырлы күн, құрметті достар, құрметті Аманжолов жастары. Бүгін бізде Аманжолов подкаст студиясында кезекті шығарылым. Бүгін бізде қонақта Қазақстан КВН одағы Өскемен қаласы филиалының бас редакторы, Аманжолов университетінің түлегі Мамырбеков Ернар Ерболатұлы. Ернар мырза, студиямызға қош келдіңіз. Көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Рахмет. Өзіңіз Аманжолов университетінің түлегісіз. Сол үшін бүгінгі подкастымызды Аманжолов университетін бастасақ, сіздің шығармашылық дамуыңызға Аманжолов университеті қаншалықты деңгейде әсер етті? Алдымен баршаңызды қайырлы күн деп айтайық. Қош көрдік тағы да. Жалпына енді жайдарман ойынына қатысты айтатын болсам, енді біз мектеп кезінен бастадық қой бұл жайдарман ойын. Кейін келе осы үлкен сахнаға шығып, ары қарай осы өнерді жетілдіруге, шыңдауға жалпы осы Аманжолов университетінің үлкен септігі тиді. Өйткені біз осы сахнада 5-ші оқу ғимаратының сахнасында жүріп біраз шыңдалдық, жетілдік. Сол арқылы республика көлеміне шықтық. Үлкен септігін тигізді бізге, былайша айтқан кезде. Сол үшін де алғысымызды айтамыз. Ешқандай бір өкініш жоқ, керісінше қайда жүрсек те осы университетімізбен, оқу орнымызбен мақтанып, мақтан көріп, мақтап жүреміз әрдайым. Көп рахмет. Жалпы біздің университетімізде Аманжолов лигасы бар, сол Аманжолов лигасы жайлы айтып өтсеңіз, өзіңіз сол жерде бас редактор болыпсыз. Енді былайша айтқан кезде біз студент кезімізде жайдарман ойындарын осы үлкен сахнада көрсеткіміз келді, бірақ ондай бізде мүмкіндік болмады. Кейін осы университеттегі жігіттердің, қазір енді ол жұмыс басты жігіттер ғой, енді кезінде студент кездерінде үлкен бір арманымыз болды, бір лига ашсақ деген. Бірақ сол арманымыз студент кезімізде орындалмады. Кейін осы оқу орнын бітіріп, жұмыс жасап жүріп, неге осы Аманжолов лигасын ашпасқа деген жігіттерде бір ой келді. Ол енді осы инициативаны көтерген осы оқу орнында қазір өздеріңіз білесіздер, Бағатқали дейтін жігіттер бар, Димаш дейтін жігіттер бар. Осы жігіттер бас көтеріп ұсыныс жасады маған. Мен ұсынысты бірден қабыл алдым. Бас редактор ретінде, жаңа Димаш директор ретінде, жалпы екі редактор болып қызмет атқардық ол жерде, Бағатқали мен мен. Бұл Аманжолов жалпы университетінің тарихында болмаған оқиға болды. Өйткені біздің ашқан лигамыз, осы Аманжолов лигасы 4 маусым өзінің жұмысын атқарды. 4 маусым біз студенттерді әр жыл сайын келген студенттерді қосымша қабылдап отырдық. Оның ішінде жүздеген жалпы ойыншы болды команданы санаған кезде. Сонда енді 3 маусым толық ойнадық, 4-ші маусым белгілі бір себептерге байланысты аяқталмай қалды. Міне өзін сол сөйтіп бір 4 маусым жұмыс атқарған. Үлкен рахмет. Жалпы жастарға, студент жастарға, енді студенттік кезең адам дамытатын, адам құлпытастыратын кезеңдердің бірі ғой. Осы орайда жайдарманның жастарды дамытуға деген пайдасы қаншалықты? Сол туралы ашып айтсаңыз. Жайдарман енді жалпы қазіргі қоғамдағы ең үлкен ірі қозғалыс қой жастардың арасындағы. Бұл жердегі жалпы жастардың бос уақытын тиімді пайдалану, көбінесе осы ашыла алмай жүрген жастарды сахнада, үлкен өнерде жалпы ашу ғой. Ол туралы жалпы Қазақстан КВН жалпы жайдарман президенті Есен ағамыз айтып кетті ғой, Есенелі мырза. Жайдарман үлкен бұл толқын, жастардың буыны, легі. Қазір былайша айтқан кезде жайдарманшылар әр бір салада жүр. Кино болсын, кез келген шоу болсын, шоу бизнес болсын, саясаттың өзінде жайдарманшылар жүр. Бұның өзі осыған дәлел деп ойлаймын. Енді артық айтудың қажеті жоқ сияқты бұл жерде. Енді жалпы осы университет жайлы айтып жатырмыз ғой. Енді күні кеше ғана бізде жайдарман ойындар өтті. Үлкен қалалық біздің лигамыз өзінің бастауын алды маусым аштар аясында. Сонда жалпы осы университеттің ректоры Төлеген Мұхтар Әділбекұлы келіп осы университеттен ойнайтын Көркем дейтін командаға өзінің келіп алғысын білдіріп жатыр. Бұл да бір тарихта болмаған оқиға. Өйткені жалпы ректор келіп командаға қолдау көрсетіп, алғыс білдіріп, ойынның алдында келіп жалпы жігерлендіру деген бұл тарихта болмаған нәрсе. Сол үшін де біз жалпы ректорға рахметіміз айтамыз, алғысымыз шексіз. Жалпы жастарды үнемі қолдап жүреді, көріп жүрміз, біліп жүрміз, естіп жүрміз. Көп үлкен алғысымызды білдіреміз ол кісіге. Үлкен рахмет. Ал жалпы жаңа айттыңыз, Көркем жайдарман клубы жайлы, командасы жайлы, Аманжолов университетінің жайдарман командалары жайлы ойыңыз қандай? Өте жақсы. Өйткені жалпы шығыстағы қандай оқу орнын алсаңыз да, қазір жайдарманды қолдап тұрған нөмір 1 университет ол Аманжолов университеті. Оған ешкімнің таласы жоқ.
Себебі жаңағы айттық қой, біз тарихта болмаған дүниені жасады. Осында жүрген жігіттер бәріміз бірге лига аштық. Лигадан қаншама жайдарманшылар шықты. Республикаға дейін барды, әлі күнге дейін ойнап жүрген жайдарманшылар бар. Сондай. Үлкен рахмет. Жалпы мен өзім жайдарманды кішкентай кезімнен бері қараймын. Жайдарманшылардың қоғамға сіңірген үлесі, кино саласын болсын, өнер саласын болсын дамытуға деген пайдасы үлкен деп ойлаймын. Бірақ мынандай сында айтылады. Жеңіл контент қарайтын болуын деп те бір сынап жатады. Осы жайлы жайдарманшы ретінде өзіңіздің пікіріңіз білдірсеңіз. Бұл сұрақты жалпы енді бірінші естіп тұрған жоқпын, бірнеше рет естігенмін. Жеңіл контент деген дүниені қазір алып қарайтын болсақ, қазір қоғам жеңіл контентке әуес. Бұл тек қана жастар емес, жалпы қазір үлкен буын, орта буында жеңіл контентті көп қарайды. Өйткені қазір әлеуметтік желілер білесіздер, TikTok, Instagram дейді, бос уақыттың барлығы сонымен өтіп жатыр. Бұл әрине қарынды аштыратын нәрсе. Бірақ жайдарманға келетін болсақ, жеңіл әзіл деп жатады. Иә, онымен толықтай келісемін, ондай да командалар бар. Бұл енді көбінесе жас командалар, студенттер, оқушылар мүмкін арасында бар шығар енді үлкен командаларда. Бірақ кейбір көрермен жайдарманның әзілдері неге түсінбей жатады? Қазір жайдарман бізде кино сияқты. Жалпы сериал дейміз ғой. Егер сіз ортасынан қарасаңыз, оны түсінбейсіз. Сондықтан оны үнемі үзбей көру керек. Ал сол түсінбейтін адамдарға айтарым, жалпы жайдарманның өзінің YouTube-тан қаралымын қарасаңыз да 5-6 тіпті 4-5 миллион көрермені бар өзінің. Ол жайдарманға өте үлкен жетістік. Сұраныстың бар екенін білдіреді. Әрине, өзінің көрермені бар. Жалпы ол жайдарман ешкімге жалынышты емес. Көрем дейтін адам көреді, енді көрмейтін адам енді өзі біледі былайша айтқан кезде. Жалпы жайдарман қоғамға үлкен жақсы дүниелер сыйлап жатқанын жоққа шығаруға болмайды ол нәрсені. Көп рахмет Дидармырза. Енді сұхбатымыздың соңында Аманжолов жастарына, болашақ мемлекетіміздің дамытатын жастарға айтар тілегіңіз, пікіріңіз болса? Енді мен ақыл айта алмаймын, өйткені өзіме де ақыл айтатын адам керек. Бірақ жалпы айтқан кезде қазір өзім ұстаз болғаннан кейін, мектепте мұғалім болып қызмет атқарғаннан кейін, осы келешек буынға айтарым, көп оқу керек сияқты менің ойымша. Жеңіл, жаңағы өзіңіз айтқан сияқты, жеңіл дүниелерге көп әуестенбеу керек сияқты, бос уақытты көп кетірмеу керек, жалпы оқу керек, көбірек оқу керек, қоғаммен белсене араласу керек сияқты менің ойымша. Ғабиден Мұстафин атамыз айтады ғой, ойым нәрлі болсын десең, өмірге аралас, өмірдің бетінде қалқыма, түбіне сүңгі, асыл оңайда жатпайды, тереңде жатады дейді. Сол сияқты оқу ғылымға бет бұру керек, қоғаммен белсене етене араласу керек сияқты менің ойымша. Міне осымен. Көп рахмет Дидармырза. Бүгінгі сұхбатымызда өте қысқа да нұсқа пайдалы болды деп ойлаймын. Біздің сұхбатымызды көрген әрі жас жайдарманға қызығып, болашақ мемлекетіміздің дамытатын жастардың бірі болады деп ойлаймын. Сұхбатымызға келіп, сұхбат берген үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет, шақырғандарыңызға көп рахмет. Тағы шақырсаңыздар, тағы да келеміз. Міндетті түрде шақырамыз. Жақсы. Осымен бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Құрметті жастар, бүгін бізде қонақта болған Қазақстан КВН одағының Өскемен қаласы филиалының бас редакторы Мамырбеков Ернар Ерболатұлы. Сыйлық білдіреміз. Рахмет.